сіздің балаңыз сіздің тіліңізді алмайды ма? Онда мүмкін мына себептер сіздің тәрбие процесіңізде бар шығар. Ол бірінші, үнемі жоқ деу. Не үшін жоқ деуіңіздің себебін білмеуіңіз. Мысалға, сіздің настроениеңіз жоқ, сіз жоқ дейсіз. Бірдеңе сұраса, бірдеңе бола ма десе, болмайды, жоқ деп, бірақ оның себебін айтпайсыз. Немесе сол жоқ деген дүниең сіз кейде иә жарайды дейсіз, кейде жоқ дейсіз. Бұл тәрбиедегі тұрақсыздықтың белгісі. Категорияға бөліп қойыңыздар. Мүлде болмайды, кейде болады және үнемі болады деген сияқты категорияларға бөліп қойыңыздар. Содан соң балаға жоқ болмайды дегеннен кейін оның себебін түсіндіріңіз. Ең алдымен себебін түсіндіріңіз. Балам олай жасасаң, онда себебі осындай, салдары осылай болады. Немесе осыны жесең, салдары осылай болады екен. Оның орнына деген сөзді қолданыңыз. Оның орнына не істеуге болады